съезге және оның барлық мүшелеріне үлкен құрметпен қараймыз. Олар ұзақ жылдар бойы еліміздің қоғамдық саяси өміріне белсенді қатысып, өңірлерде жұмыс істеп, мол саяси және ұйымдастырушылық тәжірибе жинақтады. Бұл тәжірибе енді ортақ мақсаттарға қызмет ететін қуатты әлеуетке айналады деп кәміл сенеміз. Бізді мықты мемлекеттік институттар құру, тиімді мемлекеттік басқаруды қалыптастыру, бәсекеге қабілетті экономиканы дамыту, әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз ету және заманауи саяси мәдениетті орнықтыру сияқты ортақ құндылықтар мен мақсаттар біріктіреді. Құрметті делегаттар, Әділет партиясына аманаттың қосылуы бұл тар партиялық мүддеден жоғары тұрған ұлттық жауапкершілікке негізделген парасатты шешім. Қоғамның ел мүддесі үшін бірге алатындығының нақты дәлелі. Қоғам мен мемлекет алдындағы және келер ұрпақ алдындағы жауапкершіліктен туындаған елдік берекеге бастайтын байлам. Біз азаматтардың сенімін ақтауға, әділдікті мемлекеттік жүйе мен дамудың тұғырына қажет десеңіздер ұлттық болмысқа айналдыруымыз тиіс. Осы мақсат үшін Әділет партиясы құрылды. Осы мақсатты ортақ көретін күштерді қатарымызға қабылдауға, құшақ жая қарсы алуға біз дайынбыз. Бірлік бар жерде сенім бар, сенім бар жерде даму бар, даму бар жерде болашақ бар. Ал біздің ортақ болашағымыз әділетті Қазақстан. Сондықтан съезд делегаттарын, партия мүшелерін және барша әріптестерімізді Әділет партиясына Аманат партиясының қосылуы туралы ниетін қолдауға шақырамын. Назарларыңызға рахмет.